Мен Балғабай Айару Айдос қызы Жаңаталап орта мектебінің 1-А сыныбында оқимын. Биыл ұлы жеңіске 75 жыл толғалы тұр. Мен атаммен мақтанамын, өйткені менің атам батыр, соғыс ардагері. Мен атамның шөбересімін. Атам Сағындықов Қыдырәлі 1920 жылы дүниеге келген. 1941 жылы 22 маусымда майданға шақырылады. Сол жылы 181-ші атқыштар батальонына қабылданады. Атам Белоруссия жерінде соғысқа қатысқан. 1944 жылы жараланады. 1945 жылы Майдан госпиталына елге оралады. Атам Майданнан көптеген орден медальдармен оралады. Әжем атам туралы естеліктерді көп айтады. Атам елге сыйлы, ақылды, ақкөңіл кісі болған екен. Майданнан оралғаннан кейін туған ауылы Ворочилов колхозында еңбек жолын бастады. 1959 жылы Байқадам совхозында есепші болып жұмысқа қабылданды. Бірнеше жыл бойы осы қызметті атқарған. 1995 жылы қайтыс болған. Әжем Рысжан екеуі 10 бала тәрбиелей өсірген. Үлкен отбасы. Әжем батыр, ардақты ана. Қазіргі уақытта атам мен әжемнің 30 немересі, 47 шөбересі бар. Мен 28-ші шөбересімін. Биыл ұлы жеңіске 75 жыл 9 мамыр жеңіс күні. Қасірет шегіп, қан кешіп, жеңіске жеткен күн еді. Осындай жақсы күнді бізге сыйлаған атама алғысым шексіз. Мен атаммен мақтанамын. Ерлік елге, мұра ұрпаққа ұлағат.